Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге әйгерім бүгін сүзбелі карамельді өте дәмді және де қолжетімді заттардан ғана жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Ең бірінші какаомызды қосамыз, үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Енді осы екі қоспамызды біріккенге дейін жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздің міне сұйықтығымыз дайын болды. Қазір үстіне қант қосамыз, қаймақ қосамыз. Қаймақ егер болмаса, орнына бір жұмыртқамен алмастырсаңыздар да болады. Қайтадан венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді құрақ қоспамызды қосамыз. Ол үшін алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Бір шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхителді саламыз. Енді венчикпен араластырамыз. Венчикпен араластыруға мүмкін болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды елеп алатын боламыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ және де өте тез еленеді. Осыдан міне барлығын біріктіріп қамырымызды дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, қараңыздар, жұп-жұмсақ болып шығуы керек. Енді қазір осы қамырдың 4-тен 1 бөлігін алып қаламын. Жеке оны біз пирогтың бетіне себуге қолданамыз. Оны біз жеке пакетикқа салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Кішкене қатып тұруы керек. Ал қалған қамырымызды тоңазытқышқа бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізді саламыз. Үстіне вареная сгущенка саламыз. Өзіңізге ұнайтын сгущенка қолдансаңыздар болады. 2 жұмыртқа саламыз және де жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалы болмаған жағдайда онымен де алмастыруға болады. Енді қазір блендермен осылайынан ұнтақтап шығамыз. Егер сіздерде блендер болмайтын болса, шанышқының көмегімен жақсылап тұрып араластыру керек. Ол кезде сіздерде вареная сгущенкаларыңыз бөлме температурасында болу керек. Сол кезде оңай араласады. Сұйықтығымыз дайын. Енді формамызға пирогымызды орналастырамыз. Формамның диаметрі 22 см. Кольцо алдын ала астына фольга төсеп, осылайынан міне қамырды жайып шығамыз. Бокалдың көмегімен де осылай жайып шығуға болады. Шеткі жағына бортиктардың қолымыздың көмегімен шығарамыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан бізде бортиктарын шығару ешқандай қиындық туғызбайды. Міне бізде бортиктары дайын болды. Қазір үстіне сұйықтығымызды құямыз. Одан кейін қазір біз осы пышақпен немесе осылай пицца кесетін құралмен шеттерін кесіп алып тастаймыз. Шеттерінің бөліктерін лақтырмаймыз, осылайынан пирогтың үстіне салып шығамыз. Егер ұзын болып қалса, қолыңызбен осылайынан бөліп, не үстіне орналастырып шықсаңыздар болады. Сол кезде бізде пирогтың шеттерінің барлығы біркелкі болады. Келесі кезекте біз үстіне мұздатқышқа салып қойған қамырымызды осылайынан үкіштің көмегімен өткізіп шығамыз. Бізде кішкене қамырымыз қатқан болады, сол кезде осылайынан беті барлығы толықтай жабылады. Енді біз алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Пирогты міндетті түрде кем дегенде 1 сағат салқындатып аласыздар. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Үстілерін қалауларыңызша қант ұнтағымен әсемдесеңіздер де болады, немесе осылай ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте ерекше шығатын бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіз. Егер сіздерге видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Сонымен қатар комментарий бөліміне каналымнан қандай рецепттер көргіңіз келеді, жазып кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше, ассалаумағалейкум.